Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli cemaat kavmi. Allah subhanahu wa ta'ala bilimge dep kelgen niyetlerimizni kabul etken bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala осы отырысымызды берекелі, хайырлы, пайдалы білім алатын мәжілістен болып нәсіп еткен болсын. Құрметті бауырлар, біз өткен дәрісімізде мұсылманның алдындағы ақысы жайында дәрісті бастаған болатынбыз. Демек, кім ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла дейтін болса, ол мұсылман адам. Ол намаз оқуы, ораза ұстауы біздің алдымызда оны сұралынбайды. Алланың алдында жауап береді, не үшін оқыды, не үшін оқымады. Бірақ кім Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі екеніне куәлік етемін деп калима шахада айтса, ол кім болып есептелінеді? Ол мұсылман. Сол мұсылмандар мен мұсылмандардың арасында осындай ақылары бар екен. Бір-біріміздің алдымыздағы міндетіміз. Ол хадисте келген 6 сипат. Бірақ оған қосымша ғалымдар Құраннан, хадистен шығарып, оның бас аяғын нешеге жеткізді? 25 ақымыз бар екен бір-бірімізде. Құрметті бауырлар, мынау жалпы ақырет деген сөз үлкен сот болатын күн. Қияметте сот болады. Адамдар бір-бірімен соттасады сол жерде. Алла сақтасын. Не үшін соттасады десеңіз, адамдар осы әлемде бір-бірінің ақысын бермеген. Мұсылманның ақысы бар. Балалардың ата-анасының алдында ақысы бар, ата-анасының баласының алдында ақысы бар, ерлі зайыптардың бір-бірінің алдында ақысы бар, көршінің ақысы бар деген секілді осынша адамдардың ақысы бар екен. Мұсылман адам осының бәрін біліп жүру керек. Әрбір адамның өзінің ақысын бойынша мәмілемізді дұрыстап жүрміз керек. Ақыретте жүзіміз жарық болады. Егер біреудің ақысы аяқ асты тапталатын болса, онда ол сұраласын. Онда бүгінгі дәрісіміз иншалла 6-шысы мұсылманның алдындағы ақысы. 6-шысы айюхсина иля кулли ман қадра алейхи минкум ма истата'a ла юмайз байнал ахл ва гайр ахл. 6-шы бір-біріміздің алдымыздағы міндетіміз танисың ба, танымайсың ба, шамаң келгенше кішкентай болса жақсылық жасап жүру. Әрқайсымыз бір-бірімізге шамаң келгенше деген сөз бар. Ма истата'a деп айтып жатыр. Шамаң келгенше не істе деп жатыр? Жақсылық істеп қал. Ол жақсылық деген не сөзбен болуы мүмкін, не іспен болуы мүмкін, түр бөлінеді ол. Қай-қайсысы болса да жасай беріңдер дейді. Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Ва ма яъмал мисқала зарратин хайран яра. Сендер жақсылық жасаңдар. Ертең ақыретте шаң тозағандай істеген жақсылықтарын көресіңдер деді. Ол ешқандай ұмытылмайды, оның бәрі жазылып жатыр. Сол үшін бауырлар бір-бірімізге шамамыз келгенше не жақсылық жасайық. Көшеде бір бауырымыздың машинасы қарға тығылып қалды ма, көмектесіп итеріп жібер. Бір кісі автобусқа көлігіне міне алмай жатыр ма, үлкен қария кісі болса, сумкасын көтерісіп мінгізіп жібер. Осының бәрі не болып есептелінеді? Жақсылық осының бәрі. Әрқайсымыз солай жүруіміз керек. Әрқайсымыз не осындайды орындап жүретін болсақ, иншалла біз дінімізді көркейткен боламыз. Асыл дініміздің мақсаты осы ғана. Қоғамда не адамдар бір-біріне жақсылық қылу арқылы не тыныштық орнайды. Бір-бірімізге құрмет ету орнайды. Та басқа. 7-ші мұсылман алдындағысы ла ядхула аля ахади минхум илля биизнихи бал ястазину саласан фа ин лам юзан лаху инсарафа. 7-ші ақысы бір-біріміздің үйімізге барған кезде рұқсатсыз кіруге болмайды. 3 мәрте есікті қағу керек. Және есікті қаққан кезде арасында кішкене мөлшер уақыт болсын. Есікті қақтың, кішкене күт. Және қақтың, кішкене күт. 3-шінде қақ. Егер ар жақтан жауап берілсе, жауап берілді, жауап берілмесе не істеу керек? Кет қалу керек. Біз кет қаламыз ба? Кет қалмаймыз. Есікті ұрамыз да, содан телефонды алып звондаймыз. Алмаса көршісіне звон айтамыз, мынау үйінде бар ма, жоқ па өзі? Одан сыртқа шығамыз да, анау терезесінен не лақтырамыз, қайдасыңдар өз, барсыңдар ма, жоқсыңдар ма? Осының бәрі дұрыс емес. Мұсылманның ақысы бір-бірінің алдында не 3 мәрте ғана қағып көру керек. Ешкім жауап бермеді ма, кет қалу керек. Мына Ибн Зуннур деген үлкен ғалым, сол мына батысқа барған кезде айтады. Мен батысқа барып исламды көрдім дейді.
мұсылмандарды көрмедім дейді. Араб елдеріне келген кезде мен мұсылмандарды көрдім, исламды көрмедім дейді. Батысқа барған кезде нені көрдім деді ол кісі? Исламды көрдім деді. Адамдар бір-біріне мәміле қылған кезде кішіпейіл мәміле қылулары, бір-біріне уақытпен жүрулері, уәделессе уәдесінде тұрулары, соның барлығы исламның мәдениеті, соның бәрі. Мына Ибн Рушд, испаниялық рахмахулла, ол кісі осы арабтың, жалпы исламның мәдениетін ол кісі испан тіліне аударған. Испан тілінен араб ағылшын тіліне аударылып, батыста осы исламның мәдениеті көркейіп кетті. Ал еліме келген кезде мұсылмандарды көрдім, бірақ нелерді көре алмадым дейді? Исламды көре алмадым дейді. Сол үшін бауырлар, біздер мұсылманның баласымыз, Аллаға шүкір, осы мұсылмандық ақымыз екен бір-бірімізді. Біз бір-бірімізді не істемеуіміз керек? Мазаламау керек. Барып есікті қағып көр, болмаса не кетіп қал. Бұл жайында Пайғамбар айтқан, «Ал-истизан саласун». Рұқсат сұрау 3 мәрте болады деген. 3 мәрте рұқсат сұрау керек. «Фал-ула ястанститун, ва-сани ястаслихун, ва-сали яъзуна ау юраддун». Біріншісінде кішкене есікті қағып күтіп көр дейді, екіншісінде дауысыңды шығарып, пәленше үйдесің бе деп айтып көр, үшіншісінде енді жауап берілмесе кетіп қал дейді. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өсиеті біздерге. Бірақ бізде ішінде есік құлталап жата бермейік, қазір қағатта кетеді өз арқылы деп. Оны да қарау керек. Мүмкін шынымен бір мәжбүр келіп қалған болуы мүмкін, да басқа болуы мүмкін. Жалпы ақысы екен. Мұсылманның ақысы, бір-бірімізді не істемеу керек, құрметтеу керек осылай. Демек, алтыншысы не екен сомен? Бір-бірімізге шамамыз келгенше жақсылық жасап жүру, ол міндетіміз екен. Артынша бірақ міндет қылып жүрмейік, ертең бәріміз пендеміз ғой. Ертең басымызға түсіп қалады, да басқа қалады, баллоның жарылып қалады машиненің. Сол кезде звондап алсын, ана досың келмей жатыр саған. Сол кезде айқайлауға болмайды, сен есегің лайдан өтіп кетті, болды ма не? Өткенде сенде де сондай болған кезде мен келдім ғой саған, уақытымды ажыратып, жұмыстан саған бұла білесің ба, қалай ұрыс естіттім мен? Енді сен маған келмей жатсың ба деп не істеуге болмайды, міндет қылуға болмайды, бауырлар. Біз жаңа айтылды, бұл ақымыз біріншіден, бір-біріміздің алдымызда ақымыз. Екіншіден, оны Алла үшін істеу керек екен. Үшіншіден, Алла үшін істеген сауапты оны тастау керек. Қазақта сөз бар, не дейді? Бір бауырларымдан естідім мен, сауаптың түбі тесік дейді. Бауырлар, сауаптың түбі тесік емес, оны өзіміз тесеміз. Бүтін тұрған нәрсені тесіледі, қашан тесіледі ол? Сен міндет қылған кезде. Мен саған көмектестім ғой, есінде ма, уақытысында? Енді сен маған көмектеспейсің ба деп айтып, сол есіне алып соны айтатын болса, ол сауап тесіледі. Алла Тағала Құран кәрімде деген, «Ла тубтилу аъмалакум» дейді, өздеріңіз істеген амалдарыңды жойып жібермесіңдерші дейді. Қашан жойылады ол? Міндет қылған кезде. Сол үшін жаңағыдай бір-бірімізге шамамыз келгенше жақсылықты істейік, бірақ сол істеген жақсылығын ұмытып кетті. Мына Билал радиаллаху анху, бұл ислам әлеміндегі ең бірінші азаншы сол кісі. Азаншы. Пайғамбар айтқан, екі нәрсенің егер сауабын білгенде мен үмбетім, сендер жеребе тастап соны таласқан болар ендер дейді. Біріншісі азан айту, екіншісі бірінші сапта тұрып намаз оқу. Осының сауабы өте ерекше. Міне ислам әлемінде ең бірінші азаншы кім? Билал радиаллаху анху. Сол Билал радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахның рахметіне кеткеннен кейін, яғни қайтыс болғаннан кейін, ол кісі өзіне өзі уәде берді. Билал, бүгіннен бастап азан айтпайсың деді. Азан айтпай қойды. Мен тек қана Расулалланың азаншы едім мен. Расулалла Алланың рахметіне кетті, енді мен айтпаймын деп өзіне өзі уәде берді. Сөйтті де халифаның алдына барды. Халифа кім? Абу Бакр Сиддиқ. Халифа деген, яғни Пайғамбар саллаллаху орынбасары, халиф артында келетқан орынбасары, соның орнына отырды. Абу Бакрден рұқсат сұрады. Абу Бакр, мен сізбен қоштасуға келдім, мен Мединеде жүре алмаймын деді. Мына Мединенің көшесіндегі әрбір қалқиып тұрған тал болсын, көріністің бәрі Пайғамбарды есіме сала береді дейді. Бір қарағанда Расулалла мына жерде көрген едім, өткенде ана жерде көрген едім, осының бәрі мен есіме сала береді. Мен қатты қиналып жатырмын деді. Маған рұқсат ет, мен басқа қалаға кетейін, қалған өмірімді сияқты өткіземін деді. Сол кезде Абу Бакр оны рұқсат етпеді. Билал, жоқ, мен саған рұқсат етпеймін, сен қимылдама деді. Сен бізде боласың осы жерде. Мен саған рұқсат етпеймін, басшыға бойынсынасың сен деп. Абу Бакр радиаллаху анху сондай деп айтты. Сол кезде Билал не деп айтты? Абу Бакр деді.
сен есіңде ма, баяғыда дұрыс мен құл болып тұрған кезде сен мені азат еткенсің, сен. Мен білем оны. Алла разы болсын. Сен сол кезде мені Алла үшін азат еткен болса, мен жіберіп кетейін деді. Егер өзің үшін азат еткен болса, мен қалап жүре беремін Мединеде деді. Сол кезде Абу Бакр орнынан тұрып кетті. Қаяқтаған еске алып, мен сені кім үшін? Алла үшін оразаттым. Соны Билал кетті. Демек, міне, Алла үшін істеген осындай болу керек. Алла үшін істелінген нәрсе ол еске алынбайды. Болды, ертең ақыретте оның бәрі иншалла алдынан шығады бәрі. Міне, бір-бірімізге шамамыз келгенше жақсылық істеу деген осылай болады екен. Бірақ кейін оны күтпей-ақ қой сен. Мына кісіге мен 10 мәрте жақсылық істегем, ана кісіге 5 мәрте істегем өткенде деп санап жазып жүріп керек емес оның бәрін. Алла үшін істедің ба, оны тастай бер. Онымен не болмайсың? Жаман болмайсың. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, кім мұсылман бауырының қажетінде болса, Алла оның қажетін өтеп қояды деген. Сен кішкентай бір көмектескен шығарсың, сауап істеген шығарсың, бірақ Алла Тағала сенің мына жақтағы неңді шешіп қояды, сондай көптеген проблеманы шешіп қояды. Сол үшін мұсылман бауырының қажеті келген кезде өзіңнің қажетің болып тұрған болса, оны тастау керек. Мына жаққа кетіп қал. Мынау ақыреттің жұмысы. Иншалла мынаны тындырып келсең, мынау шешіледі. Сен мынаны сырып қойып, мынамен жүре берсең, мынау да бітпейді, және мынаны да істемедің сен. Және ол не? Мұсылманның алдында ақырды өтемедің сен. Сол үшін бауырлар, иншалла, шамамыз келгенше не істейік? Бір-бірімізге шамамыз келгенше жақсылық жасауымыз керек екен. Алтыншы, жетіншісіне өтті және бір-бірімізге рұқсатпен кіріп келеміз. Сол үшін бауырлар, мына жерде айтып жатыр, демек мұсылманның мұсылман алдындағы ақысы не екен? Не бір-бірімізге рұқсат сұрап кіру керек екен. Сахабалар осы сөзді өзінің отбасында қолданады екен. Сахабалар бар ғой? Өзінің үйіне келіп жатқан кезде. Біз есік теуіп кіреміз ғой үйге, есік құлтаулы болған болса, одан бетте ұрыр бар, не есік құлтаулы, мен келе жатырмын ғой деді. Жоқ, ондай болмайды. Сахабалар есікті қағады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан хадисін іске асырайын дейді. Міне сүннетпен жүру осындай болады. Бір мәрте қағады екен, сабыр етеді, аржағында екіншісін қағады, үшіншісін де қағады, сонымен не істейді? Жеңге есікті ашады, сөйтіп сахабалар үйіне кіреді екен. Міне осыны істеп жатырмыз ғой, біз істемей жатырмыз. Енді бүгіннен бастап істеуге тырысайық, Құдай қаласа, ол кісілерде не болады екен? Себебі ол да әйел адам ғой, пенде. Сен анау әр қаққан кезде арасында үзіліс қыл, ол анау шашылып жатқан жерін жинап үлгермейсің ол. Кейде болады сондай. Сен үйге кіріп келген кезде шашылған, сен көңіл түсетінін біледі ғой ол. Сол үшін есікті қаққан кезде асықтырма, ол тез жинап ана үлгере алмай жатқаны ғой енді. Иә деп қояды. Сабыр ет, есікті ашсын, Құдай қаласа ішке кіресің. Сол сахабалар радиаллаху анхумдар айтады, тіпті мынау түнде де өзінің бөлмесі бар ғой, жататын бөлмесі. Сол жерге келген кезде есікті қағып, ішінен ашқанға шейін күтетінбіз дейді. Өзінің жататын бөлмелеріне. Оның бәріне бұл пайғамбарымыз айтқан өсиеті ғой бізге. Бір-біріңнен де рұқсат сұрап кіріңдер. Сол жерде берекет бар екен, сол жерде не бар екен? Бір жақсылық бар екен. Себебі оның сол түсіндірмесінде ғалымдар айтады, себебі әйел адам өзінің бөлмесінде есікті қағып күйеуі күткен кезде ол өзіне әсемделініп, өзін реттеп алсын дейді. Сен оның реттелмеген түрін көрген кезде кішкене жүрегіңе бір не түсіп қалмасын дейді. Менің әйелім не болып кеткен деген сияқты. Сол үшін пайғамбарымыз айтқан хадисінде әрқайсының астында не бар? Бір жақсылық бар. Ерлі зайыптылардың ортасында не болмайды? Сондай бір жаман нәрсеге кетіп қалмайды екен. Иншалла біз әйел мен еркектің ортасындағы ақысында оны және өтеміз. Бұл нешіншісі еді? Жетіншісі. Сегізіншісі айухалиқал жамия би халқил хасан ва юамалахум би хасаби тариқатихи. Фа иннаху ин арада лиқал жахил бил илм вал умми бил фиқ вал аи бил баян ва аза ва тааза. Әрбір адаммен өзінің деңгейінде мәміле қылу ол бір-біріміздің алдындағы міндетіміз екен. Мысалы, сен оқып келген азамат болсаң, білімің бар. Мысалы, компьютер жақсы білесің да, Windows орната аласың, оны алып тастай аласың, бір программаны қоя аласың. Екінші бір адам бауырың келіп сенен сұрап жатыр, бауырым мынаны түсінбей жатырмын да, компьютер несі қалай өзі? Сен бір мәрте көрсеттің оған, ол түсінбей жатыр. Оны ары қарап оның намысына тиетін сөздер айтуға болмайды. Сен не, түсінбейсің бе не? Осындай нәрсе ғой ол деп, оны да мәміле қылуға болмайды. Неге? Сен соның деңгейінде түсіп мәміле қыл дейді. Бауырым, сен түсінбей жатсың ба? Бұл негізінде мынадан басталады, деп үйретсейші бәрін. Және осылай істеу сен міндетің екен. Себебі саған да уақытында біреу үйретті ғой сол нәрсені.
ешкім онда біліп тумайды әлемнен. Бәріміз ешнәрсе білместен дүниеге келеміз ғой. Бір адамдар уақытында саған не? Біреу ағалық қылып үйретті, біреу әпке болып үйретті, сол нәрсені үйреніп алдың сен. Енді үйреніп алғаннан кейін басқа адамдар сенің алдына келген кезде онда не істеме? Өзіңді жоғары санап, ондай қылуға болмайды. Керісінше, әр адамның деңгейімен мәміле қылу керек. Мысалы, жас балалармен жас балаша мәміле қылуымыз керек. Бала тілінде сөйлеп тырысу керек, сол баланың деңгейінде мәміле қылу керек балаға. Қарт кісілер ма? Қарт кісілердің деңгейінде мәміле қылу керек. Әйел адам ба? Әйел адамның деңгейінде жұмсақ мәміле қылу керек. Әр қайсының деңгейінде мәміле қылу бұл не екен? Бір-біріміздің ақымыз екен. Бәріне бір неге салып алып, бір немен сөйлесуге болмайды екен, бауырлар. Себебі неге? Оны біздің тілмен айтқан кезде психология дейміз, әр адамның психологиясы әртүрлі. Яғни әр адамның түсіп қалған деңгейіндегі психологиясында сөйлесу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху психолог болған, біздің тілмен айтқанда. Әр сахабалар келген кезде солардың деңгейінде сөйлейтін Расулла. Солардың деңгейінде сөйлеп, олармен мәміле қылатын еді. Ана батырға келген кезде Расулла олармен батырша сөйлесетін. Омар секілді, Халид ибн Валидтер келген кезде оларға Абдулла ибн Масғуд, Абу Хурайраға сөйлеген секілді жай сөйлеспейді Расулла олармен. Олармен кәдімгідей жігітше сөйлесетін болған. Кейде пайғамбар Омардың көкірегінен көтеріп алған кездер де болған. Омар деп, көкірегінен көтеріп, исламды қабылдаған кезде сондай болды. Ол қандай адам ол? Ол батыр адам. Ол батырша сөйлесу керек та оған ше. Алдына келген кезде пайғамбар саллаллаху Омардың киімінен ұстап көтеріп алған орнынан. Омар деп жұлқылаған сол жерде. Сен секілді батыр адам неге ақиқатты мойындамасқа деп пайғамбар соны ұстап тұрып жұлқылаған кезде Омар тәубасына келіп дірілдеп калима айтады сол жерде. Оған жай мәміле қылынғанда не болатын еді дейді? Ол қабылдамайтын еді дейді. Ал Абдулла ибн Масғуд өте жұмсақ адам ол кісі, оған ондай мәміле болмайды оған. Бауырым десең Абдулла ибн Масғуд, я Расулалла дейтін ол кісі, өте жұмсақ адам болған. Демек, мұсылманның мұсылман алдында ақысы не екен? Әр адамның деңгейіне түсіп не істеуіміз керек екен? Мәміле қылуымыз керек екен. Мына Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болып тұрған кезде күнде сол халықтың жұмысымен болады екен. Түнгі уақытта киімін өзгертіп, басына жауысын жауып алып, көшеде аралайды екен қаланы. Халықтың жағдайы қалай? Кішкене бір кем-кешіктігі жоқ па екен? Ол айтатын еді. Осы Медине көшесінің бір жері жолы дұрыс емес болатын болса, соған келіп есектің аяғы түсіп кетіп, есектің аяғы сынатын болса, мен жауап беремін деп ол кісі айтатын. Сөйтіп көшені аралайды екен. Адамдардың жағдайы қалай? Бәрі дұрыс па? Не болып жатыр өзі деп. Бір күн келе жатса бір көшеде отырыс болып жатыр, біреудің үйінде енді. Біздің тілмен айтқан кезде бір жиын болып жатыр, свет жанып тұр. Жай өтіп барады, құлағын түріп қараса, ар жағында не адамдар алып қой, алып қой. Сондай әңгіме болып жатыр. Сонымен Омар радиаллаху рас па өтірік пе деп жақындап құлағын түріп және тыңдады. Қараса шынымен алып қой болып жатыр ана жерде. Ал енді сен дейін саулығың үшін, ал деген сияқты сөздер кетіп жатыр. Омар ашуланып есікті кәдімгідей қағып кіреді ішке. Сөйтеді не деп айтады? Ей Алланың дұшпандары, сендер Құдайдан қорықпастан, түнде Алла көрмейді деп ойладыңдар ма сендер? Алланың тыйым салынған ішімдіктерін қалай ішіп аласыңдар деп бірден кіргенде осындай сөздер айтып, жаңағы адамдармен сөзге өтті. Жаңағы кісілер тыңдап болғаннан кейін барып, сол үйдің иесі, Омар деді, айтып болдың ба деді, айтып болдым деді. Дұрыс, біз бір күнә істедік деді. Алла кешірсін бәріміз деді, бір күнә істедік біз, Қандай күнә істеді олар? Ішімдік ішті. Ішімдік харам ғой, ішімдік ішті. Пенде ғой олар да пенде. Болды сондай, тіркелді. Бірақ Омар сен деді, біз бірақ күнә істесек, сен 3 күнә істедің деді. Анау жаңа үйдің иесі. Кейін Омар тоқтап қалды, қалай мен 3 күнә істедім? Сен деді, бізді аңдыдың деді. Біздің сыртымыздан аңдыдың сен. Алла Тағала Құран кәрімде «Уәлә тәжәссәсу» деген. Бір-біріңді не істемеңдер деп жатыр? Аңдымаңдар деп жатыр. Сен неға бізді аңдыдың деді. Біз ішіп жатырық па, қойып жатырық па, не шаруаң бар деген сияқты сен аңдыдың, бір күнә болды деді. Екіншіден, сен рұқсатсыз кіріп кеттің біз неге деді. Расулалла не деп айтты бізге? 3 мәрте қақ. Егер жауап келмесе кет қал деп айтқан. Сен бізде рұқсат сұрамастан, кәдімгі бастырып кірдің дейді үйге. Ол екінші күнәң деді.
Үшінші күнәң деді, сен бізді мына жерде балағаттап жатсың деді. Осы істеп жатқаныңды сен дәлелдеуге сенде 3 куәгер болу керек деді. Ертең халықты жинайсың сен, мен кеше осындай жігіттерді ұстап алдым үйлерінде деп айтасың сол жерде, сен жанында ешқандай куәгер жоқ. Шариғаттың үкімі бойынша 3 куәгер тұрғыза алмайтын болсаң, сенің арқаңа дүре ұрылады деді сол жерде. Саған керек па сол деді. 3 күнә істедің деді. Сол кезде Омар радиаллаху анху аяқ қолы дірілдеп кетті дейді. Мойындады өзін істеген. Мен сендерді кешірдім, сендер мені кешіресіңдер ме деді. Сонымен ана жаңағы жігіттерді, момындардың патшасы бұл соңғы мәртебе болды деді. Біз саған уәде береміз, екінші ішпейміз деді. Уәде береміз, тәубамызға келдік деп. Сонымен қол алысып, не болды, жігіттер тарқасыз дейді ана жерде. Демек, рұқсат сұрамаудың арты осындайға жалғасып кетеді. Бір күнә істеп жатқан болса, сен 3 күнә істеп қойдың деп, Омар ибн Хаттабтың басында өтті осындай нәрсе. 9-шысы. Айуақир ал-машайиха ва ярхамус сибиян. 9-шы ақымыз мына үлкен кісілермен үлкен кісілерді сыйлау және кішкентай балаларды кішкентай бала ретінде оларды ізеттеу ол ақымыз екен. Түсінікті ме? Үлкен ақсақал болатын болса, бұл үлкен ақсақал ғой деп, оны құрмет ету бұл міндетіміз екен. Және ақымыз екен. Құдай сақтасын, сол ақсақалға құрмет көрсетілмесе, сен жауап бересің ақыретте. Неге? Ақсақалдың құрметін орнына қоймай жатсың. Бұл жайында пайғамбарымыз айтқан, "Лайсал минна ман лам юаққир кабируна ва лам ярхам сағируна." Бізден емес деп жатыр. Кім үлкендерді үлкен деп сыйламайтын болса, және кішкентайларымызды кішкентай деп ізет етпейтін болса, ол бізден емес еді. Сол үшін бауырлар, мен өзім сіздің талай сол бауырларымыздан, мына үлкен кісілер сөйлеткенде тыңдамайсың ба десем, бұлардың бәрі жахил ғой дейді. Жахил деген не ол? Сауатсыз дейді. Білмейді ешнәрсе дейді. Сол ғана ақылды екен, сол ғана бәрін біліп алды, ал біздің ақсақалдарымыз білмейді екен. Бауырлар өйтіп айтуға болмайды. Бұл ақсақалдарымыз аман болсын иншалла. Соларға құрмет көрсету арқылы сен Құдай қаласа қартаясың. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан: "Ма ваққара шабун шайхан илля қайядаллаху лаху фи синнихи ман юаққируху." Кім жас кезінде үлкенді құрмет ететін болса, ол да ертең қартайып оған да құрмет көрсетіледі деген. Ешкім осылай жігіт болып жүре бермейміз, бауырлар. Біздің ақсақалдарымыз, қарт апаларымыз, бұлар аспаннан түскен инопланетяндар емес қой, басқа планетадан ұшып келген. Оларда уақытында біз секілді жігіт болып жүрген солар. Апаларымыз да кәдімгідей сондай бой жеткен қыз болып жүрді уақытысында. Бірақ сондай жасқа жетті қазір. Енді біздер артынан келіп алып, оларға құрмет көрсетуіміз керек екен. Болашақта құрметті болғың келе ме? Ертең сен қартайған кезде жас адамдар сені, ақсақал қалыңыз қалай, ассалауму алейкум, сен сөйлеген кезде тыныш отырып тыңдағанды қалайсың ба? Қалайсың ғой? Онда өзіңнің кезеңінде оларды құрметте дейді. Оны пайғамбар саллаллаху айтып жатыр. Не? Ақсақалдар құрметтіңдер деді. Пайғамбар жанына бір қауым келді, өздерінің ауылынан, сол өздерінің проблемасы дейміз ғой. Ауылдың сол бір мұңын айтып келді дейді адамдар. Сол адамдардың ішінде бір жас жігіт орнынан тұрды да, "Я Расулалла" деп сөйлеп жатқан еді, пайғамбар "Мұх файнал кабир" деді. "Бауырым, тұра тұр, сен асықпа. Мен көрдім араларында үлкен кісілер бар екен ғой, орнына отыр" деді. "Үлкен кісілер сөйлесін" деді. Міне Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям жаңа жігітке орнына отыр деді. Сол үшін үлкен тұрған кезде кіші сөйлемеу деген нәрсенің бәрі діннен шыққан бізде. Бізде қазақта сондай нәрсе бар, үлкен тұрған кезде кіші сөйлемейді. Үлкен кісілер дастарханға отырмай тұрып отырмаймыз. Дастарханда сол ағаларымыз дастарханды бисмилля деп тамақты бастамайынша бастамаймыз. Соның бәрі қайдан алынды? Міне Расулаллахның хадисінен алынған соның бәрі. Біздің ата-бабаларымыз, оның ар жағындағы ата-бабаларымызды құрмет құру арқылы олар өздері құрметті өтіп кетті әлемнен. Өте қатты құрметті болды сол кісілер. Қазір біздің кезеңіміз келіп тұр. Егер қазір ой ақсақалдарымыз ой айта береді олар. Апаларымыз қойшы соларды. Олар баяғы соны кеңес одағында қалып кеткен бір саясаттарын айта береді деп айтпаңыздар. Олар не? Осы өмірді көріп келе жатқан кісілер. Өмірді көріп келе жатқан кісілер. Сол үшін оларға құрмет көрсетілу үкімі не екен? Міндет екен, міндет екен. Және кішкентайларымызды. Кішкентай сен тыныш тұр. Ой, сен әлі кішкентайсың сен. Басқа олар жекіруге болмайды. Керісінше ол кішкентай адамдармен де
мәміле қылу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әдеті еді? Сапардан келген кезде үйіне кіріп кетпестен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Кағбаға барып құлшылық жасайтын еді, намаз оқитын. Алла саған шүкір болсын, елімге аман есен жетіп келдім ғой деп мешітке баратын. Бұл нәрсе сүннет бойынша біз де сөйтуіміз керек. Сол мешіттен шығып баратқан кезде жолда ойнап жатқан балалар көріп қалса Расулалла, қолында заттарын тастай салып балалармен ойнап кететін. Солармен ойнап, солардың тілінде сөйлеп, әбден солардың нелерін қандырғаннан кейін барып Расулалла үйіне кететін. Міне осындай мәміле қылуды бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйретті, және ол міндетіміз екен. Жас балаларды не өз деңгейінде не істеу керек? Мәміле қылу керек екен, өз деңгейінде. Және ол міндетіміз екен. Оны көріп өскен балаларымызды ертең одан кейінгі болашақ ұрпаққа соны істейді. Менің әкем марқұм, мен кішкентай кезімде солай жасайтын еді. Ағаларымды солай көріп өскенмен деп, білесің бе, сені қалай құрмет жасайды солар? Қазір таңда біз көреміз, үлкендерді сыйламайды, жастар қайда өсіп баратыр деп бір сөздер айтылып жатыр. Бауырлар, барлық нәрсе өзімізден басталынады. Егер адам өзі біреумен қалай мәміле қылса, оған да сондай қайтады екен барлық нәрсе. Барлық нәрсе не дейсі екен, қайтады екен. Кейде мынау кінәні біз біреуден іздемеуіміз керек. Ғалымдар айтады, кінәні адам әркім өзінен іздесін дейді. Әркім несінен іздесін дейді? Өзінен іздесін. Бала бұзық болған кезде апай оны ескертеді. Олардың жолдары бар ғой, қалай тәрбиелеу жолдары бар. Тұрғызып қою мүмкін, парта көтеріп тұру мүмкін орнынан. Тағы басқа өзінің жолдары бар. Баланы тәрбиелеу керек. Ол бала үйіне әке-шешесіне айтып келеді соны. Мені бүгін класста бүткіл көпшіліктің алдында осындай позорым шығарды дейді. Қаншама ата-ана балаларының ата-анасы ұстаздармен соттасты. Қазір қоғамда болып жатыр сондай. Барлығы ол дұрыс емес. Ол ұстазды жарайды деп сондай қалдырды, бала мектепті бітірді, қараса не, бала басқаша тәрбие алып кеткен. Сол үшін баланың сөзін сөйлемеу керек. Кейде баламыздың құлағын бұрай берместен кінәні өзімізден іздеу керек. Бала неге сондай тәртіпсіз өсіп келе жатыр? Оған айтылып жатыр, айтылудан келсең айтып жатсың. Бәрі айтып жатыр оған. Сол үшін оған айтпай тұрып өзіңнен бастауың керек. Мына Абу Ханифа рахмауллахның алдына бір кісі баласын алып келді. Құрметті имам, мына балама айтыңызшы, ана нені жақсы көреді? Бал бар ғой, бал. Соны жесе, бірақ денесінен не шығып кетеді дейді, мындай жара. Бірақ бала өте қатты жақсы көреді дейді. Қанша соны айтсақ та тыңдамайды, соны бір айтыңызшы сіз деп. Сол кезде имам не деп айтты? 40 күннен кейін алып келіңіз деді. 40 күннен кейін. Жарайды деп ол кісі анасы баланы алып кетті, 40 күннен кейін баланы алып келді. Сол кезде имам Абу Ханифа Құран аяттарын айтқан жоқ. Хадистен келтіріп бір дәлелдер келтірген жоқ. Не деп айтты оған? Балам айналайын, бал жеме, жарай ма деді. Бала жарайды деді. Ол кете беріңдер деді. Сол кезде баланың анасы, құрметті имам, осы сөзіңізді осыдан 40 күн алдын айта салмадыңыз ба деді. Ол екі ауыз сөз болды. Біз бұны күннен неше мәрте айтып жатырмыз осы сөз. Бірақ сіздің бір ауыз сөзіңізбен мына жігіт жарайды деп айтты. Сол Абу Ханифа не деп айтты? Мен осыдан 40 күн алдын мен де бал жақсы көретін едім. 40 күн бойы аузымды тиіп бал жемедім мен. Әбден өзімді дайындадым. Өзімді соған үйреттім. Мен де жақсы көретін балды жемей қойдым 40 күннен бері. Енді айттым дейді балаға. Сол үшін Құран кәрімде Алла айтқанда не? Өздері істемейтін нәрсені айтпаңдар дейді. Демек өзің істе бірінші, одан кейін айт оған. Кімге айтсаң да. Ол иншалла не болады? Оған әсерлі болады. Жүректен шыққан нәрсе қайда барады? Жүрекке барады екен. Үлкендерді құрметтеу жайында да Пайғамбар екінші бір хадисін айтады. Мин ижлалиллахи икрам зи шайбатил муслим. Пайғамбар айтады, Алланы ұлықтағандардан бұл есептелінеді. Шаштарына ақ түскен кісілерді құрметтеу дейді. Қараңыздар. Демек, қарт кісіге құрмет көрсетудің өзі ғибадат екен. Алланы ұлықтаған бұл есептелінеді сол. Үлкен кісіге құрмет көрсетілу. Оны Расул деп айтты. Алланы ұлықтаған бұл есептелінесін дейді. Үлкен кісілерге сондай құрмет көрсетілетін болса. Демек, үлкендеріміз аман болсын иншалла. Осы хадистің түсініктемесінде ғалымдар айтыпты. Демек, иншалла үлкендерді құрметтеген адамға Алла өміріне берекет береді. Құдай қаласа сенің де самайыңа, сақалыңа ақ түскен қария боласың дейді Құдай қаласа. Сен солардың дұғасын ала бер дейді. Қариялар аман болсын. Сен олардың қызметін жаса. Олардың дұғасын ала бер. Құдай қаласа сен де сондай қарт адам боласың дейді. 10-ші. Аякуна ма кафаtul халq мустабширан талақал вajib рафиқан.
10-шы ақымыз бір-біріміздің алдымыздағы, біз бір-бірімізді көрген кезде күлімсіреп жүру, ол не екен? Бір-біріміздің ақымыз екен. Бір жерің ауырып тұрған болса да не істеме, қабағыңды түштетіп ондай көрсетпе дейді. Мұсылман бауырымызға не? Біз ондай жүзімізді ондай қылып көрсетуге хақымыз жоқ. Керісінше біз бір-бірімізді жүзімізді күлімсіреп жүру не екен? Ол кісі үкімі? Ол ақымыз екен. Бірде пайғамбарымыз салам өзінің сахабаларымен дәріске отырған кезде бір адам келесі бір алыстан бір ауылдан бір кісі жүзім алып келді дейді, жеміс. Келді де Расулаллаға берді. Пайғамбарымыз айтатын еді, сырттан біреу бір нәрсе алып келсе, өзінің жанындағы сахабалармен бөлісетін еді. Келіңдер, ауыз тиіңдер, ойымна бауырымыз алып келді. Бірақ осы жол оны ешкімге айтқан жоқ, өзі жей берді. Күліп отырып, жүзімді жеп отырды. Жанында сахабалармен қарап отырды. Ана алып келген жүзімді алып келген сахаба Расулалла аузынан салған сайын қуанды ол кісі. Расулаллаға жүзім жегізіп жатырмын деп. Сол табақтағы жүзім бәрін жеп тауысты Расулалла. Сонымен бауырым рахмет айналайын деп пайғамбарымыздан берекет дұғасын алып, жаңа сахаба қуанып өзінің алдына кетіп қайтты. Ол кеткеннен кейін жанындағы жақын отырған бір сахаба кішкене әзілдесіп, "Я Расулалла, сіздің әдетіңізден еді ғой, иә? Бізге ауыз тигізетін бір әдетіңіз бар еді ғой, бүгін ондай істемедіңіз ғой" деп кішкене әзілдесіп сөз тиісті дейді Расулаллаға. Сол кезде пайғамбарымыз не деп айтты оған? "Бауырлар" деді, "жаңағы жүзім піспеген жүзім еді" деді. "Ащы екен" дейді. "Оны қазір сендерге берсем, мынау піспеген ғой" деп ана көңіл ортасындасыңдар деді. Сол үшін сендердің білемін не айтатындарыңды. Сол үшін өзім күліп отырып жей бердім дейді. Көрінді ме, мен жеген кезде қандай қуанды ана бауырымыз дейді. Міне, бұл Расулалланың ақылы сондай болған. Бір адамның көңілін түсірген қаламайды Расулалла. Әрқайсымыз да осындай болып жүруіміз керек, иншалла. Мына жүзімің не деп лақтырып жібереміз ғой біз, алып келсең дұрыстап алып келмейсің ба? Ар жағына 10 ауыз сөз айтып тағы, ондай болмайды бауырлар. Біз бір-бірімізге күлімсіреп мәміле қылу ол міндетіміз екен. Және оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам істеді, оны бізге оны өнеге болып көрсете алды. Бұл жайында хадисте пайғамбарымыз айтады: "Тадруна аля ман хуримат нар". Білесіздер ме? Тозақтан құтылатын адамдар бар деді. Тозақтан құтылатын адамдар бар. Кім екенін білесіздер ме деді. Қалу Аллаху расулуху алам. Алла және оның пайғамбары біледі ғой деп жауап берді. Қазір имам бірдеңе деп сұраса, бәріміз жамыраймыз жан-жақтан. Білесіздер ме? Білеміз деп кірісіп кетеміз ғой бәріміз. Артынан ондай емес жауабы. Енді қандай деп қайттан өзінен сұрап. Сол үшін не деп айту керек екен? Имам, айта беріңіз. Сіз ғой енді білетін оқыған, айта беріңіз деу керек екен да, Міне сахабалар біліп тұрса да не деп айтады? Алла, Расулы біледі, айта беріңіз Расулы дейтін. Бұл да әдеп екен бұл да. Сол кезде пайғамбарымыз не деп айтты? Алаллайнил хайн сахлул қариб. Адамдарға жылы жүзді болып, жұмсақ болып жүрген адам тозақтан құтылатын солар деді. Осы жүзіңді күлімсіреп адамдармен жақсы мәміледе болып жүру адамды тозақтан құтқарады екен. Оны кім бізге жеткізді? Ол адамзаттың асыл тәжі сүйікті пайғамбарымыз жеткізді. Бұл хадис имам Тирмизиде келген хадис. Екінші бір хадисінде инналлаху юхиббул сахл талиқул вajh. Расында Алла Тағала жүздері күлімсіреп жүрген адамдар жақсы көреді деді. Ашуланып бездеп жүрген адамдарды емес. Керісінше жүздері күлімсіреп жүрген адамдарды жақсы көреді деді. Енді күлімсіреу керек екен ғой деп жырқылдап күле беруге болмайды бауырлар. Ой, бүгіннен бастап күлетін болдық қой енді. Жоқ, ондай емес. Құран кәрімде аят бар. Сендер аз күліп, көп жылаңдар деген аят бар. Оның тәпсірінде ғалымдар айтады, кім осы дүниеде көп жылап, аз күлетін болса, ақыретте солар не істейді, көп күледі солар дейді. Кім мына жақта көп күліп жүрген болса, Құдай сақтасын, ақыретте жылайтын солар болады дейді. Сол үшін ғалымдар айтады, сахабалардың көп жылағаны соншалық көздерінде жылағанның іздері болатын дейді. Омарда да болды, Абу Бакрда болды, пайғамбарымызда болған сондай. Мына көп жылағанның ізі болатын мұндай. Бізде ондай із бар ма? Бізде мынандай іздер бар. Көп ұйықтағанның ізі, көздері істей беріп, мынау ұйықтай беріп, нелер түп қалады орнына. Ал сахабаларда не көп жылағанның ізі барады мына жерлерінде. Сол үшін бауырлар, иншалла не жүзімізді жылығып жүру деген сөз, жырқылдап күлу деген нәрсе емес ол. Расулалланың қатты күлгені қаншалықты болғаны? Ең қатты күлгені Расулалла жымиятын етті, алдында мына күрек 4 тісі ғана көрінетін мұбарак тістер. Ең қатты күлгені сол.
Қалған уақытта Расулалла күлетін адам ұқсап жүретін еді. Ешкімге Расулалла қабағын сондай қылып көрсетпеген. Бұны біздің қазақ не деп айтады? Жылы жүзді адам екен дейді. Жүзі жылыдан түңілме деп бір сондай сөздер бар. Соның бәрі хадистен алынған сөз. Бір адам қанша ашуланып тұрса да, ол бауырым деп күліп тұрсаң, оған ол ашу басылады. Қашан сенде оған жүзіңді сондай қалған кезде арты төбелеске айналып кетеді ғой енді. Сол үшін жылы жүзді болып жүру біздің бір-біріміздің міндетіміз екен. Оның артында иншалла Алланың рахметі бар екен. Алла сақтасын, содан не тозақтан құтылу бір жол екен. Әрқайсымыздың өмірімізде әртүрлі Алланың сынақтары бар. Мұсылман адам пайғамбар деген ол қайықпайды деген. Егер оған бір қуаныш келсе, ол қатты қуанып, шектен шығып кетпейді деген, альхамдулилля деп шүкір қылады деген. Егер оның басына бір қиыншылық келсе, не істемейді, ол мойын кетпейді. Өздеріне қол жұмсап, Құдай сақтасын. Қазір мен жастардың ішінде көп естіп жатырмыз, суицид деген мәселе. Өткенде бір көп естіп жатырмыз. Жаңалықтардан көрсетіп жатыр. Қызымен ұрысып қалып, өзіне қол жұмса, ана бір бауырымыз бензин құйып жағып жіберді. Алла сақтасын. Осының бәрі неден? Осының барлығы осы пайғамбарымыздың айтқан сөзін түсінбегендіктен соның бәрі. Сол үшін қандай қиыншылық болса сабыр ету керек. Қандай қиыншылық болса төзімді болу керек, бірақ адамдармен байланысқан кезде жүзіңді жылы қылып, осындай мәміле қылып жүретін болса, Құдай қаласа, соңына қарай Алла саған жеңілдік береді. Соңына қарай содан өтіп кету саған жеңіл болады екен. Осындай бір көптеген нелері, пайдаларында айтылған екен. 11-шісі әрбір адамның өз деңгейінде құрмет ету. Не деп жатыр? Әр адам баласын өз деңгейінде құрмет көрсету міндетіміз екен. Мысалға бір басшы кеп қалса, қаланың басшысы. Ол кісінің несі мансабы жоғары. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба? Мен қалайым ба, қаламайым ба? Ол кісіні Алла Тағала қала басшы қылды ғой. Алланың адамдармен жасалынған мәмілесі бойынша бізде ол адамдармен мәміле қылуға міндетті екенбіз. Демек Алла Тағала оны сондай орындықта отыру мансабын берді ме? Бізде ол кісімен сондай мәміле қылу міндетіміз екен. Бұл 11-шісі. Ояға қош келдіңіз деп, жерден тұрғызып, орын беріп, ағатай отырыңыз деп отырғызымыз керек екен. Ал қарапайым бір бауырымыз келіп қалса, бауырым жақсы отыра бер деп отырғыза салу керек. Әр адам деңгейінде қарай не істеу керек екен? Сол деңгей бойынша құрмет көрсетілу, бұл неміз екен, міндетіміз екен. Мұны Айша анамыз әдеті бойынша сол Медина қаласына сапарда жүрген адамдар болса, сапарда жүрген адамдар, сол адамдарға дастарға жайғызып тамақ жей жүреді екен. Сапарда жүрген адамдардың дұғасы қабыл ғой. Сырттан бір бөтен адамдар керуендермен келеді ғой Мединеге. Соны Айша анам адамдар жібереді екен, тез дастархан жайыңдарды мәміле қылыңдар, тамақ жегізіңдер, сусын беріңдер. Сапарда жүрген адамдардың дұғасы қабыл болады деп айтқан Расулалла. Деп кәдімгідей қонақ қылып шығарып салады екен. Сол әдеті бойынша осы жолда сондай бір қонақтар келді, сол адамдардың деңгейіне қарай дастархан жайылды дейді. Олар кетті. Олар кеткеннен кейін бір уақытта жаңа КамАЗдардың артында джиптар келді. Джиптар келіп келді, біздің тілмен айтқан кезде. Енді джиптарға КамАЗтер отырған жерге отырғызуға болмайды ғой. Сол дастархан бәрін жинатты да Айша анамыз. Олардың деңгейіндегі дастархан жайылды. Оларға сол өздерінің деңгейінде құрмет көрсетілді. Олар кетті. Олар кеткеннен кейін соның адамдар Айша анамыз қалай болып кетті бұл жерде? Біз адамдар анасын бөліп тастаған жоқпыз ба дейді. Анаға мынандай дастархан болды, мына кісілерге мынандай дастархан болды. Сол кезде Айша анамыз деп жауап берді оларға. Бауырлар деді, Алла Субхана ва Тағала өзінің құлымен қандай мәміле қылып жатқан болса, біз де сондай мәміле қылуға бұйырғанбыз деді. Біреулерді Алла Тағала сондай осы өмірде әлеуметтік жағдайын төмен қылып сынап жатқан болса, демек бізде оларды сол деңгейінде дастарханмен мәміле қыламыз деді. Алла Тағала бір адамдарды өте сондай нығметін берекелді көп қылып, бай қылған болса, бізде ол адамдармен сондай мәміле қылуға не істейміз? Біз тиістіміз деді. Бірақ Алланың алдында есептен өздері береді, біз оған қатысымыз жоқ. Деп Айша анамыздың аузынан шыққан сөз осындай болды. Айша анамыз қандай адам болған ол кісі фақих болған. Фақих деген башқа кезде патуа беретін адам. Тіпті үлкен Омар Радаханқу секілді үлкен ғалымдар, сахабалар бөлінеді. Ғалым сахабалар бар, батыр сахабалар бар,
әскердегі жүретін сахабалар бар, саудагер сахабалар бөлінеді әр деңгейде. Бәрі бірдей емес. Бір бауырларымызға, бауырым, әминде іштен айт, талтайып тұрма деп үлкен сахаба ғалымдардың сөзін айтып тұрсаң, саудагер бір сахабаның көріп қалғанын айтып тұрады саған. Мысалы, сапарда кетіп бара жатқан бір сахаба кіріп келді осы жерге. Сөйтті, Расулланың жаңағыда бір несін көріп қалды да, и соны кейін риуаят етеді солар. Мен Расулланы көрген едім, қолын рухқа баратқан кезде қолын көтергенін көрген едім деп бір хадисте риуаят етіп кетті бір сахаба. Ол кім бірақ? Ол ғалым сахаба емес ол. Жай бір шаруамен жүрген еді, кіріп қалды, Расулланы көріп қалды, қолын бір мәрте көтергенін. Кетті. Ал қарасақ, қолымызды рухтың алдына көтерейін десек, жаңағыдай ғалым сахабалар бізге жоқ тоқтаңдар деп жатыр, асықпаңдар. Ол қол көтерілуді істемей ақ қойыңдар. Неге? Себебі ислам 3 кезеңге бөлінді деді. Исламның әуелгі кезеңі, исламның ортаңғы кезеңі және исламның соңғы кезеңі бұл. 3-ке бөлінеді. Енді соңғы деп жатқан енді Расулланың соңғы уақыты ғой енді. Расулланың әуелгі кезеңі, ислам ортасында, мына жерде Расуллаға қайтыс болды, яғни Алла рахматына кетті. Сөйтіп 3-ке бөліп тастады. Мынау исламның әуелгі кезеңінде қол көтеру бар, болды ондай. Оны сол сахабалар айтады, пайғамбар бізді намазға үйрету үшін қолдарын көтеріп, арқада біз қарап тұратын едік, осындай үйреткен тәлім болды дейді. Бұл әуелгі кезеңде болды. Рухқа баратқан кезде қолды көтеріп, ал кеттік намазға. Ал сәждаға кеттік деген секілді қол ишарамен не істелінді дейді. Осындай іс-әрекеттер болды. Ортаңғы кезеңге келген кезде оны бұл күші жойылды. Неге? Сахабалардың бәрі намаз оқуды үйреніп алды, бәрі біледі. Енді қолдарыңды көтермеңдер деді. Ла шұғыл фи сола деген хадисті көріп тұрмыз. Намазда іс-қимылдар тоқтатыңдар деді. Осы іс-қимылды тоқтатыңдар дегеннен кейін Абу Бакр, Омар, Абдулла Масғуд, Абдулла Аббас секілді ұлы, үлкен ғалым сахабалар, олар бірінші сапта тұратын еді, олар пайғамбардың артынан тұратын сахабалар солар. Сол айтады, сол сәттен бастап біз қолымызды көтермей қойдық деді. Тек қана бірақ орында қол көтереміз, такбир тахримда ғана деді. Бізге пайғамбар сөзім айтты, мына жерде айтты оны. Мына жерде емес, мына жерде айтып жатыр. 7-ақ орында қол көтерілсін деді. Оның 3-еуі намазға қатысты жерде көтеріледі, қалған 4-еуі ол қажылықта болады. Ал намаздан санайық. Бірінші қайда көтереміз? Такбир тахримда. Аллаху акбар бір көтереміз. Екінші, құнут дұғасы өтір уәжіп деп бір көтереміз. Үшінші, бәрекелді, айт намазда көтереміз. Болды. Бір бауырларымыз жаназада көтереміз деп жүр. Жоқ, жаназада қол көтерілмейді. Жаназада көтерілмейді бауырлар. Біреу айтады, жаназа қол көтермесе бүйтіп тұрсам бола ма дейді. Аллаху акбар деңіз бүйтіп. Жоқ, ондай да жоқ. Тыныш тұра бер, не істейсің онда? Көтерілмейді. Ол 3-еуі ғана осы мен намазға қатысты жері. Жаңағы ғалым сахабалар жеткізіп жатыр бізге. Қалған 4-еуі қаяқта болады деді? Қажылықта деді. Ал сана екен. Біріншісі Каабатулла, Каабаны айналып жүрген қара тастың жанына барған кезде қол бір көтеріледі. Сафа тауына барған кезде бір көтеріледі, Марваға барған кезде қол көтеріледі, Арафатқа барған кезде қол көтеріліп дұға жасалынады сол жерде. Болды, 4-еуі сол жерде болады. Пайғамбар айтты, 7 орында қолдарын көтерілсін деді. Оған да қарамастан кейбір жетпей қалған сахабалар болды ғой енді. Жаңа айтқандай, жаңағыдай сыртта өзінің шаруасын жүретін сахабалар бар, ол еспей қалғандар бар. Бір күн келіп намазға келіп, қолын қайта-қайта намаз көтеріп жатқан көріп қалған кезде Расулullah айтты, сендер аттың құйрығы секілді қолдарыңды көтере бермеңдер деген екінші Расулulлahның ескертуін алдылар. Осының бәрін кім жеткізіп жатыр бізге? Жаңада үлкен ғұлама сахабалар жеткізіп тұр. Абу Бакр тұр ол жерде, бұл жерде Омар тұр, ол жерде Али тұр, Абдулла Масғуд тұр, Абдулла Аббас тұр, Айша анамыз айтып жатыр. Бұл сахабаларға ешқайсы жетпейді. Үлкен сахабалар осылар. Жаңа айтылғандай сахабалар бөлінеді, оның бәрі ғалым емес. Ғалым сахабалар бөлек, әскерде жүретін сахабалар бөлек, саудагерлер сахабалар бар бөлек. Жай өзімен өзі жүрген, қарапайым жамаат болып жүрген сахабалар бірнеше деңгейге бөлінеді сахабалар. Қайта-қайта қолы көтермеуді бізге үлкен сахабалар жеткізді. Түсінікті ғой? Міне біздің атадан балаға осындай 12 ғасырдан бері біздің Ханафи мазхабымен оқып келе жатқанымыздың бәрі бұның бәрі неден? Бұның бәрі Расулуллахның істеген амалы осындай болған. Жаңа айтылғандай пайғамбарымыз әуелгі кезеңдегі құлшылықтың үлгісі бар.
ортаңғы кезеңдегі бар, соңғы кезеңдегі бар. Біздің қазір Ханафи мазхабы бойынша намаз оқып жатқан үлгі бар ғой мынау. Бұл пайғамбарымыздың соңғы кезеңіндегі намаз осындай болған. Дәлел. Омар ибн Хаттаб халифа болып тұрған кезде не болды? Мынау Ирак мемлекеті фатих болды. Фатих деген мұсылмандардың қол астына өтті. Қай жер? Ирак, Шам қаласы. Ол жерде өте көп ұлтты жер еді, көп адамдар тұратын. Және ол жерге өте мықты қолбасшы ретінде, әрі ол жерге дін үйрететін муфти ретінде мықты сахабаны жіберу керек болды. Кімді жіберді ол жерге? Абдулла ибн Масъудты жіберді. Абдулла ибн Масъуд деген кім? Ол Абдулла ибн Масъуд радиаллаху анху Зу На'лайн деген атаққа ие болған үлкен сахаба. Ондай аты сода да ғана болды. Қандай? Аяқ киім көтеруші деген атақ алған. Кім аяқ киім көтеріп жүр ол? Ол Расулан аяқ киім көтеріп жүрді. Басқа ешкім көтермеген, сол ғана көтеріп жүретін. Расулан мешітке келеді, аяқ киімін қолына киіп алып күтіп тұрады екен есіктің алдында. Расулан мешітке кіреді, намаз оқиды, адамдармен сөйлеседі, сұрақ жауап сөйлеседі, шығады, аяқ киімін қойып береді, қайтадан Расулан кетеді. Абдулла ибн Масъуд. Сондайдан болған. Сол Расулан жанында көп жүрген соншалықты аяқ киімін көтеруші деген атақ алған сол кісі. Пайғамбар айтады, өзі тірі кезінде айтып қойған 4 адамның атын айтты. Менен Құранды қалай тыңдаған секілді. Құран не себепті түскен тарихын біледі. Қайсы аяттың күші жойылған, сол жойған аят, жоюшы аят қайсы, бәрін тарихын білетін 4 адам бар деді. Соның бірінші Абдулла ибн Масъуд айтқан. Тыңдаңдар содан деген. Міне Абдулла ибн Масъудты Омар қайда жіберді? Жаңа Иракқа жіберді. Әрі сол жердің хакім болып барды, әрі муфти болып барды. Ол жерге барған кезде табиғиндар ғой енді. Табиғиндар, сахабаны көрген адамдар табиғиндар деп айтылады. Ал Расулан көрген адамдар сахабалар. Сахаба болу үшін исламды қабылдаған болу керек, және сол исламда, иманда өткен адамдар сахаба деп айтылады. Мысалы, бір адамдар болды, исламды қабылдап, кейін Расулан бетінен түкіріп кеткен адамдар бар. Алла сақтасын, олар сахаба емес олар. Немесе пайғамбарымыздың ғасырында өмір сүрген болса да, дінді қабылдамағандар, олар сахаба емес. Сахаба болу үшін кім болу керек екен? Исламды қабылдап, мұсылман болу керек, және сол дінде кеткен болу керек. Сонымен сол табиғиндар Алланың елшісі қош келдіңіз деп Абдулла ибн Масъудты өте үлкен деңгейде қарсы алды. Пайғамбардың елшісі келе жатыр оларға. Кім? Абдулла ибн Масъуд. Үлкен табиғиндар өте қатты ізет көрсетіп күтіп алды. Содан кейін бар оған сұрақтар қойыла бастады. Абдулла ибн Масъудқа айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның намаз үлгісін көрсетіңізші бізге деді. Қалай оқитын Расулла? Сол кезде Абдулла ибн Масъуд 2 ракат намаз оқып көрсетті. Сол жерде қолын құлақтың тұсына шейін көтерді, қолын кіндіктің төмен байлады, аяқтың арасы 4 елі, талтайып тұрған жоғы, 4 елі болды. Міне Ханафи мазхабында қалай намаз оқыды, солай көрсетіп берді. Расулланың соңғы үлгідегі намазы осындай болған деді. Кім айтып жатыр оны? Абдулла ибн Масъуд айтты. Сөйтті Абдулла ибн Масъуд сол жерде осындай медресе, Нұр Астана медресеміз бар ғой, Аллаға шүкір. Сол сияқты медресе ашты, дінді тарқататын. Сол медресенің директоры кім болды? Абдулла ибн Масъуд болды. Абдулла ибн Масъуд сол жердің директоры, әлі ұстаз, дінді тарқатты сол жерлерге. Абдулла ибн Масъуд рахмахулла қайтыс болғаннан кейін сол директор кім болды енді? Ибрахим Нахи болды. Ибрахим Нахидің шәкірттерінің ішінде ең үздігі Хамад болды. Ибрахим Нахи қайтыс болғаннан кейін Хамад директор болды. Хамадтың шәкірттерінің ішінде ең үздігі кім болды? Абу Ханифа болды. Хамад қайтыс болғаннан кейін соған ұстаз директор болып кім қалды енді? Абу Ханифа қалды. Демек, бауырлар, ой, сендер Абу Ханифа мазхабы деп сөйлемеңіздер. Кім Абу Ханифа мазхабына тіл тиетін болса, ғалымдар ескертіп жатыр. Ол сөз Абу Ханифаға бармайды дейді. Ол кімге барады? Мына жолды кім ашып келді? Жаңа директор болды, кім бірінші директор болды? Сахаба ғой Абдулла ибн Масъуд, соған барады деп жатыр. Бізде сол үйретті, сондай оқыды. Ал сахабаға тілің тию, пайғамбарымыз ескертетін хадистер бар. Бауырлар деген, менің сахабаларым сөкпеңдер деген. Менің сахабаларым сөкпеңдер. Мен аспандағы ай болсам, жандағы жұлдыздарым менің сахабаларым деген. Қайсысын істесін адаспайсыңдар. Ол бір хадис. Екінші хадис бар. Алейкум сүннәти, сіздер менің сүннетіммен жүріңіздер. Ва сүннет хулафа рашидин. Және менің келетін халифтарым бар. Абу Бакр, Омар, Осман, Али. Солардың да сүннетімен жүріңдер деп жатыр. Міне Омар халифа болып тұрған кезде Абдулла ибн Масъуд осы сүннетті тарқатты сол жерлерге. Субханака астағфирука ва атубу илейк.
Я Рахман Рахим, Субханаллах Карим, баршамыз естіген білгеніміз амал істеуімізді нәсіп еткейсін. Я Рахман Рахим, осы мұсылман алдында ақымызды абыроймен атқару нәсіп еткейсін. Елімізге, халқымызға, жұртымызға аманды, тыныштығыңды бергейсін. Я Рахман Рахим, өсіріп жатқан ұл қыздарымызды иманды, ибалы, ұятты, салихалы ұрпақ болып өсу нәсіп еткейсін. Шайтанның уасуасасынан, бәле-жаладан аманда етіп, баршамыз өзінің сират-ул мұстақим тура жолында болған ислам дінінде жүріп, соңғы демімізде Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі деп иманда, исламда өтуді нәсіп еткейсін. Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху